Құрметті менің тыңдарманым, әңгіме басталмай жатып лайк басайық. Өзіңіздің қай өңірден екеніңізді, және сіздерде қазір сағат неше болғанын комментарийге жаза кетіңіз. Ерке үйдің кенжесі Алау әкесінің өмірден озғанына сенер алар емес, небәрі 15 жас, күні кеше ғана әкесінің мойнына асылып, еркелігімен қоса тентектігі басым қыздың өмірі жақын адамынан айырылғаннан кейін астан кестені шықты. Кімге арқа сүйейді, анасы зар илеп босағасын құшақтап, екі әпкесі әкелерінің орнын сипап, бір күнде қала берді. Бақытты отбасының ғұмыры 20 жылға ғана созылды. Жастайынан сүйіп қосылған ата-анасының 3 қызы десе жаны бөлек еді. Бірінен бірі ақылды, сұлу қыздары, көрсе адам қызығарлық. Сап-сау жүрген әкелерінің өмірі бір күнде бала шағасының алдында үзілді. Ешқашан денсаулығына шағым айтпаған ер азаматтың денесін даладан құлап жатқан жерінен көршісі көріп қалып, жедел жәрдем шақыртқанымен тым кеш болды. Әрдайым сыңғырлаған күлкіге толы шаңырақтың ортасы түсіп, азан-қазан болып шыңғырып, жылап жатқан қыздардың ашы даусына алмасты. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді, Алаудың әкесін жақсы көрмеген адам жоқтың қасы, ортаның нағыз тепсе темір үзетін жігіті. 40-қа таяп қалған жігіт өз жасынан әлде қайда жас көрінетін. Ешбір көршісі әйелімен ұрсысып ішіп мас болып, отбасының шырқын бұзып жатқанын көрмеген. Бар тапқанын қыздарының аузына тығып, әйелін үлдемен бүлдеге орап отырған ер азамат. Бұл қайғы туыстарының да қабырғасын қайыстырды. Алау десе Алау еді, жанып айтқанын жасататын ата-анасы мен екі әпкесіне. Тіпті түзге шықса да әкесі арқасына көтеріп алып шығып, қызы жұмысын тындырғанша күтіп қайта арқалап үйге кіргізетін. Туған, дос, жарандары басқа-басқа, осы Алауды тым шектен тыс еркелетесіңдер деп ата-анасына жиі құлақ қағыс жасайтын. Міне енді бір күнде сұм ажал айтпай, қай тесіктен кіргені белгісіз, әкесін жалмап кетті. 40-ын өткізіп соңғы сапарына шығарып салған соң, туыс, көрші, достарының аяғы саябырсып, Алау анасы және екі әпкесімен өздері үйлерінде қала берді. Көпшілікпен білінбеді ме, әкесін жоқтау, алаңсыз күту осыдан басталды. Қанша санасымен сезіп тұрғанымен бала жүрек бір сиқырды жоқ жерден күтетіндей. Көшеге шықса алып пұлға ер азаматтарды алыстан көрсе, әкем келе жатыр деп елестетін. Не болмаса түнде ұйықтар алдында бұл жаман түс ертең оянасың әкеңді көресің деп өзін жұбататын. Анасына да оңай бола қойған жоқ, өмірлік серігінің келмеске кеткені жанына батқаны соншалық, кей күндері төсектен тұра алмай жатып қалатын. Ол кезде 3 қыз 3 жерде үрпиіп көздеріне жас толып, әкесінің соңынан шешелер де кетіп қалама деп қорқатын. Осы кезеңге дейін өлім жайлы терең ойланбаған екен, енді бетпе-бет ескертпей келетінін білген соң, қыздардың бойларын анасынан айырылып қаламыз ба деген үрей билет. Бірақ әкелерінің бірге өскен достары көмекке келіп, аналарын бір өлімнен арашалап алды. Жатып-жатып ішқұса болуға айналып, өздігінен қимылдауға шамасы келмей қалған екен. Ендігі артында қалған қыздары аман болсын, соларды ойла деген сөздер күш-жігерін жинауға себеп болды. Кішігірім күйеуінен қалған бизнесті ары қарай жүргізу керек. Өлгеннің артынан өлмек жоқ деп кеудесін тік ұстап жаңа өмірлерін бастаудан басқа амал жоқ. Үлкен екі қыздары ес біліп өтпелі кезеңнен өтіп кеткеннен соң ба көп қиындық тудырмады. Ал Алау бұл кезде колледждің 1-ші курсын тәмамдап қалған. Басында жақсы оқитын қыздарының сабағы бара төмен түсіп кетті. Колледждегі Алаудың кураторы анасына кейінгі кезде жиі телефон соғып, қыздың сабағының мүлде нашарлап кеткенін айтуда. 1-2 рет шешесі қызымен сөйлеспек болып отырғызып еді, әңгіме басталмай жатып, ерке тотай қыздың көзіне жас үймелеп, анасының жүрегін ауыртты. Тіпті әпкелері сөйлеп қалса, аналары білесіңдер ғой әкесінің еркесі, қатты сөйлемеңдерші деп өбектеп орталарына түсіп отыратын. Қыз қылығы түзде демекші, үйде ерке Алау соңғы кездері бой түзеп анасынан туған күн қыдыруларға жиі сұрануды шығарды. Жібермесе сан соқтырып қашып кететін. Осылай 16-ға бет бұрғанда өзінен 5 жас үлкен жігітпен көңіл жарастырып жүрді. Оны байқап қалған үлкен әпкесі Сезім, жігітті сырттай танитын болып шығып, Алауға тәртібі нашар бала, сөйлеспе деп тиым салғанымен, тыңдаған сіңісі болмады. Жігіті жайлы қарсы сөз айтатындардың барлығын жау санады. Қыздардың анасына соңғы кездері достары, әне, міне дегенше қыздарыңның алды ер жетіп тұр. 1-5-6 жылда барлығы өз құтты орнын табады,
сен қаласың тізеңді құшақтап, жалғыздық тек Аллаға ғана жарасқан. Жібі түзу адам болса тиіп ал деп ақыл айтуда. Осы сөздер қатты әсер етті ме, әлде шынымен жалғыз қалудан қорықты ма? Қыздардың анасы қолға салып жүрген ер азаматтармен сөйлесе бастады. Оның бірне жиындарға барса достары қалжыңдап сөйлесе, оны көтере алмайтындай, барлығы жүкпен барғанда жалғызсырап отыратыны да жанына батып жүр. Кейбір құрбылары теріс айналып кеткендей болды, күйеулерін қызғанып. Осында келеңсіз жағдайлардың арқасында қыздардың анасы өз өмірімен бәйек болып кетті де, күйеуінің қайтқанына 2 жыл болғанда қарсыласқан балаларына қарамай, өмірінде екінші көктемі басталып, қайта тұрмысқа шықты да кетті. Үйлеріндегі басқа ер адамның пайда болуы барлық қыздарына ауыр тиді. Соның ішінде әсіресе әкесін ерекше жақсы көрген Алауға 45-ке таяп қалған анасының бұл қылығын түсінуге тырыспақ түгілі түсінгісі де келмеді. Сыныққа сылтау таппай, жіптімен жиі кездесуге асығатын бой жеткен. Енді мына әкесінің орнын басқа еркек басқаны үшін анасын жек көріп, тіпті қонбайтынды шығарды. Жазды күні болатын, Алаудың үйде қонбағанын алдымен Махаббат, екінші әпкесі біліп қалды. Телефонына соғып көргенмен ешқандай жауап болмады, артынан мүлде сөндіріп тастады. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ. Анасы мен өгей әкелері жұмыстарына кеткен екен. Сезімде бұл кезде сезімінің етегінде кетіп, өзінен 10 жас үлкен жігітке тұрмысқа шыққанына 2 ай болған еді. Махаббат анасынан бұрын сезімге хабарласып, Алаудың үйде қонбай шыққанын және қазір қайда екенін білмей алаңдап отырғанын айтады. 2 қыз ақылдаса келе аналарына хабар берді. Сезім бәленің барлығы кімнен екенін сезіп отыр, қанша ұрысып ақылмен Алауға түсіндіргенмен сол бір жігітпен арасын үзе қоймады. Бұрында осылай шығып кеткенмен не телефонға сымсы жазып жіберетін, не болмаса үйін. Аналары ести сала бар шаруасын ысырып қойып, бірден үйге жетті. Қайдан іздейміз, кімге барамыз деп абыр-сабыр болып жатыр. Өгей әкесі полицияға барып арызданайық деп айтып ауыз жиғанша, есік алдына мүлде бейтаныс, орта жастағы 2 әйел адам, 1 ер адам, хабаршы болып келіп тұрған түрлері екен. Үлкен әпкесінің әлі тойы болмай жатып, дәл осы күні Алаудың артынан хабаршылар келді. Мыналардың жеткізіп тұрған хабарларына аналары сенер алар емес. Ақыры хабаршыларды анасы ұрсып үйге кіргізбей қойды. Аман сауында қызымды үйге жеткізіңдер, әйтпесе арыз беремін деп. Хабаршылар 2 сағаттай жалынып, жалпайып далада тұрды. Қайырылған Алаудың анасы болмады. Сірә шаршаған болу керек, бір терезеден қараса кетіп қалыпты. Үйнен шығып бола алмаған сезім, жетемін дегенше, аналары қыздардың туған әкелерінің ағаны, апаларына хабар беріп қойыпты. Сезіммен жағаласып оларда келіп қалды. Жігітті ортақ таныстары арқылы сезім тұратын жерін біліп алып, ақылдаса келе Алауды алып келеміз деп шешіп, өгей әкелерінен басқаларының барлығы үйден шығып кетті. Жігіт жақ күтіп отырған болу керек қуғыншыларды, үйдің жарығы жанып тұр. У-шу, қуғыншылардың көліктері тоқтағаннан соң, үй иелері шұбырып шығып қарсы алып жатыр. Үлкендер жағы ұрысты бастап кетті, қызды тез шығарыңдар, әкетеміз деді. 2 баланың бағын байламайық деп жігіт жақ қоймауда. Қайдағы бақ, кішкентай қызды мәжбүрлеп әкелді деп, ұлдарыңыздың үстінен арыз жазамыз деп Алаудың анасы жұлқынуда. Айналып келгенде қос ғашық үйде болмай шықты. Хабаршылар келіп жігіттің ата-анасына Алаудың анасы үйге кіргізбей қойғанын айтқан соң, тапқан айлылары болуы керек, 2 жасты жасырып тастаған бар айтқандары. Сіздің үйден хабаршылар келіп, үйге кіре алмағандарын айтып еді. Алау мені алып кетеді деп қорыққан соң, екеуі бір бізге айтпай қашып кетіпті деді. Мейлі, қашсын басқасын жасасын, түбі ұлыңызды түрмеде шіртемін деп енді ұрысқа Алаудың әкелері жақтан апалары араласты. Қалай соттатасыздар, егер екеуі бір-бірін сүйіп тұрса? Кедергі жасамайық, сабырға келіп ақылдасайық. Сіздер не айтып тұрғандарыңызды түсінесіздер ме? Алау әлі бала, ол ештеңе түсініп тұрған жоқ. Ертең ақ кетемін деп жылайды. Біз қызбен сөйлестік, өз еркіммен келдім деді. Қайдағы ерік ол қызда, қайдағы деп 2 жақ бір келісімге келе алмай, ақыры Алаудың туыстары милиция шақыртудан басқа амал жоғын айтқанда, жігіттің анасы қыздың аяғы ауыр екенін айтады. Әрине, Алаудың анасына бұл жайт бұрынғы қайын жұртының алдында соққы болып тиеді. Дұрыс қарамағансың деп түтіп жейтіндері анық. Сіздер шатастырып тұрсыздар бірдеңені.
Жоқ, ештеңе шатастырып тұрғанымыз жоқ. Қыз бір емес, бірнеше рет үйге келіп кетіп жүрді, онымен қатар қонғанда күндері болды. Қалай сонда? Кәдімгідей үйге қонды. Сенер алар емеспін. Енді ол өз еркіңіз, бірақ бір бөлмеге төсек салып бердік. Ұлымыз осы қызды аламын деді. Бірақ жасын сұрамаптық, егер кішкентай қыз екенін білгенде маңына да жолатпас едік қой деп жігіттің анасы ағынан ақтарылды. Бұлай болады деп Алаудың анасы үш ұйықтаса ойламаған, сасып қалды, кімге не айтарын да білмей. Қайын жұрты атарға оқ таппай отыр. Ақыры жігіттің туыстары қоймай үйге кіргізді. Жөн сұрасып, танысып, білісіп басы қатты дау, арты тәттіге айналып бара жатқандай. Сонымен не керек, екі жақ ортақ келісімге келіп, жақын арада Алаудың үйіне кешірімге баратын болып келіседі. Тамақты асып қойыпты, үлкен дастарханнан ішіп жеп, екі жақ құшақтасып тарасты. Бірақ үйге қайтып бара жатқанда, қыздардың әкелерінің туыстары, келіндерін ортаға салып, біраз сөйлеп тастады. Бір қызды ол әне жасы үлкен біреуге бердің, әлі той күнін белгілемегені былай тұрсын, алдымыздан өткенде жоқ. Енді мына қыз ол былай, сонда біздің бауырымыздың құны 5 тиын болғаны ма сен үш қыздарының өмірін осылай тәлкекке салғаныңа қарағанда деді. Сезім барлығын естіп, анасына жаны ашып, араша түспек болғысы келгенмен, үлкендер жағы аузын аштырмады. Бәрі бірде кінә аналары болып шықты. Бауырларының үйлеріне кірместен бұрынғы келіні мен қызын есіктерінің алдынан түсіріп, суық қоштасып, Алаудың туғандары көліктерін шаңдатып кетіп қалды. Алаудың анасы үйге кіргеннен бұрынғы қайын жұртының ашуына тиіп, өкпелеткенін үйдегілерден жасыра алмады. Сезім сіңлісіне болған жайттың барлығын айтып берді. Ешкіммен тілдеспестен аналары өзінің жатын бөлмесіне кіріп шықпады. Қараңғы түсіп кеткен болатын, Сезім ата-анасының үйіне түнеп қалды. Ертесі аналары таң ертемен тұрған екен. Ештеңеге қарамастан Алауды алып қашып кеткен үйге қайта барып, бұл жолы жалғыз емес, полициямен барып қызды алып кеткелі жатқанын ескертеді. Қыздар да бірге барамыз деп шешелерімен шығады. Жол жөнекей 102 қоңырау шалып, қызды бәз біреулер үйлерінде еркінен тыс ұстап отырғанын хабарлайды. Түнде ғана келіскендей болып кеткен жігіттің туыстары, келіндерінің анасы мен әпкелерін таң атпай көріп шошып кетеді. Келген бойда амандық жоқ, саулық жоқ. Қызымды алып кетуге келдім, амансыз ба, не болып қалды, құдағи бір түнде не өзгерді? Жоқ, бұлай болмайды, мен келісімімді бермеймін, 2 қабат болмақ түгілі 1000 қабат болса да. Ал ұлдарыңызды жауапқа тартқызамын. Бұл қалай болғаны, артық кетпесеңізші, ертең бет көрісетін адамдармыз, ең болмағанда Алаумен тілдесіп те көрмедіңіз ғой. Әп бәлем, қызды үйлерінде тығып отырған болып тұрсыңдар ғой. Шығарыңдар кәне. Жоқ, түнделетіп екеуін тауып әкелдік, сіздердің келісімдеріңізді алдық деп, екеуін үйге қайтуға көндірдік. Өтінеміз, артық кетпейікші. Енді балалар бір-бірін сүйіп қалған екен. Қызымды көрсетіңдер, қызымды шығарыңдар. Жүріңізші, үйге кіріңіздер. Қазір көресіздер қызды деп Алаудың анасын үйге кіруге көндірді. Артынып-тартынып Алаудың шешесі әрең дегенде есіктің саңылауына дейін өтті. Түпкі бөлмеден қызды алып шықты, көре сала шешесін Алау басын төмен салбыратқан күйі анасының жанына келді. Қызын көре сала шешесі орнынан атып тұрып: Алау, бұл қай қылығың? Бұның не? Мама, кешіріңізші. Үйге еттік, жинал. Жоқ, мен ешқайда бармаймын. Мен сенен барасың ба, жоқ па деп сұрап тұрғаным жоқ. Кеттік дедім бе, кеттік. Мама, мен өз еркіммен келдім. Біз Жанпейіс екеуміз сүйеміз бір-бірімізді. Өтініш рұқсат беріңізші. Қарсыласпай. Алау, сен әлі баласың, қайдағы шешім сенде, сен келіндік өмір оңай дейсің бе? Ешкім саған тамақ пісіріп не ішіп не жейсің демейді. Бұл басқа өмір, махаббатпен қоректеніп өмір сүру мүмкін емес. Сен дәл қазір не істеп, не қойып тұрғаныңды түсінбей тұрсың. Үйде ештеңе жасамайтын баласың, сен әлі баласың. Қызым деп шешесі қызының қолын ұстап, өзіне тартып құшағына қысты. Ботақаным, ау, не бүлдірдің, қай жерде қателестім, айтшы. Жазғым күйеуге шығып кеткенім бе? Мама, олай демеңізші, кешіріңізші деп Алауда анасының құшағына кіріп, еңіреп жылап жіберді. Жанпейістің шешесі құдағиына: Сабыр сақтаңыз құдағи.
Балалар жақсы көріп тұрса, бұлардан безбейік, қайта демеп жіберейік. Бізде ұрсып жатырмыз, енді екеуінің үй болып кеткеніне көмек беріп жіберейік. Одан асқан бізге балаларымыздан ештеңе керек емес. Менде жас болып түстім осы үйге. Бәрін түсінемін, уайымдамаңыз, қыздарымнан кем көрмеймін деп ағынан жарылды. Кішкене болса да Алаудың шешесі жібіген секілді, мүмкін құдағиының сөздері әсер етті ме? Жанпейістен бөлек тағы 5 баламыз бар. Жанпейіс үйдің ортаншысы, алдында бір әпкесі мен ағасы. Қыз тұрмыста, ұлда үйленген, әзірше осында тұрып жатыр. Енді бөлек шығармасақ, қазір жұмыста. Кел Мираш, абысыныңның мамасына сәлем бере ғой, деп жігіттің шешесі ас бөлменің есігіне жақын тұрған жас келіншекті шақырды. Мынау Алаудың қайын-інісі, кенже ұлымыз Төре. Жанпейістен кейінгі бір ұл қазір армияда, тағы қыз бар, бірақ ол да қазір үйде жоқ, кеткен. Осындай өздеріңіз секілді қарапайым отбасымыз бізде. Шағын бизнесіміз бар, құдаңыздың астында барлық баланы шағамызбен қызмет жасаймыз. Жанпейісте сонда жасайды жұмысты. Ешкімнің ала жібін аттамай, адал еңбекпен табыс тауып отырмыз. Кешегідей келіскендей барлық жөн жоралғына жасаймыз, деп әңгімесін Жанпейістің шешесі жалғастырды. Қане ұлды көрсетіңізші. Мына қыз үйдің үлкені Сезім, мынау Махаббат. Сезім Жанпейісті сырттай таниды екен. Мақтауын жеткізіп тұрған жоқ. Сіңілісіне де ескерткен екен. Тыңдамағаннан кейін осылай болып тұр ғой, сол жағы алаңдады. Жасы да үлкен. Ой құдағи, енді жастықпен кім бұзақы болмайды. Құдаңызда тентек болған, құдамда тентек болған болар, енді отбасылы болған соң басылады ғой бәрі де. Төре, бар ағаңды шақырар ғой, анасына көрінсін. Ашуыңыз келсе, сыбағасында беріп алыңыз құдағи, ол да сіздің балаңыз ғой енді, деп Жанпейістің шешесі сөзінің соңын әзілге айналдырып жіберді. Төре сыртқа жүгіріп ағасын ертіп келуге кетті. Бұлай тұрғаныңыз ұят болар, мында ағайын, туыс бар демекші, сөзі бізге келеді. Мирашжан шай дайындап қойған екен. Жүріңіз, ең болмаса ас үйге кіріп нан ауыз тиіңізші, дешесі алға қиылды. Расымен келгелі есік алдында тұр, кенет телефонына қоңырау келді. Телефон соғып тұрғандар сақшылар екен. Абдырып не айтарын білмей қалды, сөз таластырамын деп жүріп мүлде есіне шығып кеткен. Не керек, ешкімге білдірместен қыздың анасы телефонын біреулер сұрап алғанын айтып, оларды танымаймын деп телефонын қоя салды. Ас бөлмеге кіріп жайғасқандары сол еді. Орта бойлы, иықты, қара торы жігіт кіріп келді. Сәлеметсіз бе, деп басын изеп. А балам, келдің бе? Бұл кісі міне Алаудың анасы, енді саған да бөтендігі жоқ. Тағы бір өзі сендермен тілдесуге келіпті. Мына қыздар құдашалар, деп Жанпейістің шешесі құдағиына күйеу балаларының келгенін білдіріп жатыр. Аман бол, деп ары қарай сөйлесуге сөзі жетпей, Алаудың шешесі ұрсып қарсы алама деп еді барлығы жігітті, бірақ үндемеді. Мираш жүгіріп жүр, біресе шайын құйып, біресе қонақтарды жайлап. Мені танитын боларсың, деп сөзді Сезім бастады. Ия. Не айтасың? Алау, кішкентай қыз, сен ес біліп, оң соңыңды біліп қалған жігітсің, сотталып кетемін деп қорықпайсың ба? Бізде барлығы екі жақтың келісімімен болды, деп жігіт көзінің қиығымен Алауға қарап қояды. Алау, сен не айтасың? Әпке, барлығы жақсы, уайымдамаңыздар. Жанпейіс сіз айтқандай жаман бала емес, дегені Алаудың сол еді. Барлығы мырс етіп күліп жіберді. Расымен Алау бала ғой әлі, ойында ештеңе жоқ. Ия, уайымдамаңыздар, барлығы жақсы болады, уәде беремін, деп Жанпейіс Алаудың сөзін қоштап кетті. Бір шешімге келіп, Алаудың жақындары үйлеріне кететін болып жиналып еді. Жанпейіс жеткізіп салатын болды да, барлығы қош айтысып жолға шықты. Үйлеріне жеткен соң көліктен түсіп бара жатып Сезім. Осыдан сіңілімді ренжітсең аямаймын, деп жымиып түсіп кетті. Келіскендей бір апта өтісімен Жанпейістің туыстары қоржындарын көтеріп, орамал том болмайды, жол болады, деп Алаудың үйіне келді. Ештеңеден аянып қалмапты, молынан әкелген. Алаудың әкесінің туыстары риза, оларды да құры қол қайтармаған. Құдалық үйде өтті, екі жас үшін ақ тілеп жүректен шығып айтылды. Қыздардың әкелерінде еске алып, орнынан бір аунатты. Әпкелері Алаудан қалай жаңа келіндік өмірің, үйдегідей еркелеп жүрсің бе, әлде икемденіп үйренуге ынталанып жатырсың ба, деп ортаға алды. Мамам бәрін үйретіп жатыр.
Ойбай түспей жатып, мама деп кеттің бе деп Махаббат әзілдеп сіңілісінің қытығына тиіп жатыр. Енді мама демейше. Сезім әпке сенде мама дейсің ғой, иә. Менің енем жоқ қой, болғанның өзінде айта алмайтын шығармын. Көрдің бе, менде мама деп айтпаймын, қойшы Махаббат, сенде күйеуге кетесің бе? Енді сендерден қаламын ба? Бұл үйде мені ұстап тұратындай ештеңе жоқ, жаныма жақын екеуің де кеттіңдер, мені тастап деп Махаббат көзіне жас алды. Маха, жаным олай демеші, мамам бар емес пе? Сосын қалағаныңда бізге келіп тұр. Ол кісінің өз өмірі бар. Кішкентай кезімізде қандай бақытты едік, иә. Сезім есіңде ме, барлық жақсы зат алаудың қолына бірінші тиетін. Бізге әпермесе де, алауға әперетін, біз ренжісек әкем сендер үлкенсіңдер деп айтып жұбататын еді. Әкемді қатты сағындым қыздар. Менде деп әпкелі сіңілі үшеуі балалық шақтарын естеріне алып көз жастарын сығып алды. Барлығы ойдағыдан да жақсы өтіп, жаңа құда-құдағилар тарқасты. Той күнін белгілеп кетті. Құдаларын аттандырып, қонақтарды жайғастырған соң, анасы Сезімді бөлек шақыртып алды. Сезім, күйеуің неге келмеді? Қолы бос емес болған ғой. Әрдайым үйге жалғыз келесің. Маған бұл ұнамайды. Мама ода тұрған не бар? Жұмыс басты. Бір күнге жұмысын ысырып қоюға болатын еді. Жә, қойшы айтайын дегенім, сенен кейін кеткен сіңіліңнің алдынан өтіп құдалар келді. Ал сенікілер нені күтіп жүр, мына тұрған тараздан жете алмай жатыр ма? Жақсы той жасамай ақ қойсын деп күйеу балаға айттым. Енді ең болмаса алдымыздан өтуге болады ғой, әлде сенің құның жоқ па, даладан тауып алып па? Олай еркінсінбесін, солай жеткіз күйеу сымағына, далада жатқан балам жоқ менің. Мама, айтып болдыңыз ба? Не болды? Айтып болсаңыз қайтайын мен үйге. Не ашуыңа тидім бе? Әлде дұрыс емес айтып тұрмын ба? Мені осы үйде тыңдайтын адам бар ма өзі? Әр қайсың білгендеріңді жасайсыңдар. Мама, менің бақытым, менің қайын жұртыма келіп тіреліп тұрма. Неге мені қинайсыз, жағдайлары болмай тұрған болар. Нұртілекке айтудай айтып жатырмын. Жақсы туыстары келмесін, өзі неге үнемі сені жалғыз жібереді? Сені алып кеткеннен кейін 2 рет көрдім болды. Жақсы мама, менің сөз таластырып сізбен ұрсысқым келіп тұрған жоқ. Қайттым, айтарым менің де, алаудың да кетіп қалғанының түбінде сіз тұрсыз. Нені меңзеп тұрсың? Өзіңіз де түсініп тұрсыз, мен айтпай-ақ. Менің күйеуге шыққанымды айта алмай тұрсың ба? Тоқта, ақыры бастадың. Айт енді деген анасына қарамай Сезім үйінен шығып кетті. Үйіне жеткенше Сезім жылап келді, жас тоқтамады көзінен. Ішіндегі мұңды анасына да айтып жеткізе алмайды. Өз үйінен қашқандай болып күйеуге асығыс шешім қабылдап тиіп кетіп еді, бірақ Нұртілек өзі ойлағандай жақсы жігіт болып шықпады. Жұмыс жасайды, ақша табады, бірақ қолы селт етіп босаса, бойдақ достарымен қыдырып кетеді. Түннің бір уағына дейін кешіккені басында Сезімге ұнамай, араларында жанжалда болған, сондағы жігіттің айтқанымен жүріп қалған еркекпін, және солай болады. Бара-бара Сезім ештеңе сұрамайтын болды. Бірге тұрып жатқандарына небәрі 3 айға жақындап қалған. Жас жұбайлардың арасы да суып бара жатқандай. Той жайлы тіпті аузын ашуға қорқады. Онымен қоса Нұртілек өте қызғаншақ, сәл нәрсеге ұрыс шығарады. Біресе киімің дұрыс емес, дүкенге көп барасың. Үйіне келген келіншек күйеуінің жоқ екенін көріп, демі басылғандай, уайымдап келе жатыр еді. Кешіктің деп сөйлей ме деп. Үйінен көтеріп келген базарлықтарын шығарып, ас әзірлей бастады. Кеш түсіп түн болды. Нұртілек әлі жоқ, телефонына хабарласып көрмек болып еді, сөндірулі екен. Ақыры күте шаршаған Сезім жатып қалды. Көзі ілініп кеткен екен, шығырлап есік ашылғандай, Нұртілек болар деп басын көтеріп тұрғалы жатыр еді. Бір емес 2 адам кіріп келгендей үйге, біреуі күйеуі, екіншісі қыз секілді. Бұл кім болды екен деп жүрегі аузына тығылды. Нұртілекте Сезімді үйде емес деп ойлаған болу керек. Есік тұсындағы ілгіштен келіншегінің киімдерін көре салып, қасындағы бойжеткенге аяқ киімін шештірместен кері алып шығып кетті. Не болғанын Сезім түсінбей тұр. Қайта күйеуіне қоңырау шалуда, көтермейді. Бір бөлмелі пәтердің ішінде айналшықтап жүре берді. Айтпаса да белгілі, күйеуінің біреуі бар.
Күйеуі деп те айтуға бола ма өзі, не некелерін қимаса, не заңды түрде ЗАГСке отырмаса. Таңда бозарып атты, Нұртілек сол кеткеннен келмеді. Жылап-жылап көзі ісіп кеткен Сезім, түнімен көз ілмей, екі көзі төрт болып, есікті торауылдаумен болды. Сол күні кешке дейін нәр тартпай жатты, ештеңе жасауға қолы жүрмейді. Сіңлісі Махаббат хабарласып еді, оған да телефоннан жауап бермеді. Құрып кетсінші барлығы, бір ақ жол бар деп Қобдишада тұрған дәрілердің бірін қалдырмай ішіп алды да, көзін жұмып, мәңгі ұйқыға кетсем екен деп Алладан тілеп жатып қалды. Ойында он тиын жоқ, санасыз еркек үйіне кіріп, төсекте сұлық жатқан әйеліне бір қарады да, ас бөлмеге өтіп кетті. Кешегі жасалған ас қазанда тұр екен, өзі жылтып кешкі асын ішіп, Сезімнің қасына келместен жуынатын бөлмеге кіріп, бар шаруасын бітіріп барып, келіншегінің қасына келіп жұлқи бастады. Не жат сенікі, тұр. Сезім, тұр деймін. Үн жоқ, қыздың денесі түрткеннен ирелен еткенімен, Сезімде ешқандай қозғалыс жоқ, дыбыс та шығармайды. Нұртілек жақын барып жүрегін тыңдап көріп еді, әлсіз соғыс болып жатқандай, бірден көзіне кереуеттің жанындағы қағаз түсті. Саған масыл болғым келмейді, онсыз да қара бет болдым. Бекер асығыстық жасадым, анамды ойламай сенің етегіңнен ұстап, өзімшілікке салынып кеттім. Түнде барлығын түсіндім. Хош болыңдар. Махаббат пен алауды ғана қимаймын. Нұртілек дереу жедел жәрдемге хабарласты. Бұл қалай болғаны, қыз өліп қалса ше, қолдарын уқалап, не ішіп қойды екен деп үйді төңкере бастады. Мусор жәшігінде қырғын дәрінің қаптары жатыр, не ішкені белгілі болды. Жедел жәрдем келе сала, дереу келіншекті ауруханаға әкетіп, асқазанын тазарту керек деді. Уланып қалған Нұртілек бірге шықты. Қыздың үйіне хабар беруге бет жоқ. Не болса да артын күтейін деді ме, ешкіммен хабарласпады. Сезімді ауруханаға дереу жатқызып, жан сақтау бөліміне әкетті. Нұртілек есіктің бергі жағында қалып қойды. Қап, кешегім дұрыс болмады, бұның бұлай жетіп келетінін қайдан білейін, телефон құрғырда сөніп қалған екен деп кешегі кешті ойынан өткізіп саралап жатыр. Нұртілек, сіз бе деген ақ халатты апайдың дауысы ойын бөліп жіберді. Иә. Әйеліңіз иісін жиды, қазір палатаға ауыстырады, қасына сол кезде барасыз, кетіп қалмаңыз. Барлығы жақсы ма? Иә, ешқандай қауіп жоқ, енді тек қайталамаса болғаны. Үйде ұрыс керіс жиі бола ма? Мүмкін бір ауытқу бар шығар. Жоқ, балалы болалмай жүр едік, соған болар деп Нұртілек өтірік айта салды. Ой, онда құттықтаймын, енді оны ойлап қам жемесін, аяғы ауыр, періштесі қаққан ғой, деп Медбике бар жаңалықты жайып салды. Рас па? Иә. Жақсы, онда рахмет сізге, енді өзіне қол жұмсамайтын болар деп онша бұл хабарға Нұртілек қуана қоймағаны жүзінен белгілі болды. Жарты сағат болар болмас тұрып, Нұртілекті Сезімнің қасына палатаға кіргізді. Көзі шүңірейіп кеткен қыздың түріне қарау аянышты еді. Жасаурап тұрған моншақтай көздерінде не үшін бұлай жасадың деген сұрақ қана тұр. Әйелінің қолынан ұстап Нұртілек. Сенің аяғың ауыр екен ғой. Иә. Білетін бе едің, қанша уақыт болды? 1 ай. Маған неге айтпағансың? Ол нені өзгертеді, Нұртілек? Мен әкесі емеспін бе? Мүмкін. Қалай мүмкін? Енді ол менің ғана балам сияқты. Сезім, қырсықпашы, менікі дұрыс болмады әрине. Жоқ, сенікі дұрыс, менікі дұрыс болмады. Саған деген шексіз махаббатым екеумізге жетерлік деп ойлағаным қате болды. О бастан бәріне көнемін дегенім бекер екен. Мен әлсіз екенмін. Маған енді ештеңе де керек емес. Сезім доғар болды, қашан білдің аяғыңның ауыр екенін? Қалай ішіңде сақтап жүргенсің? Айтқанда не өзгерер еді? Онсыз да қиын өміріңді одан ары қиындатпақшысың ба? Мені бекер құтқардың. Мені кешірші, менікі дұрыс болмады, үйге барып барлығын ақылдасып шешкеніміз жөн. Енді өзіңді ғана ойламай баланы да ойлау керексің, біздің баламызды, деп Нұртілек әйелінің ішіне қарай қолын жүгіртіп, жай ғана сипап көрмекші болды. Бірақ Сезім қаламады ма, күйеуінің қолын кері итеріп. Мен сенен жердім, басқа қатынның қойнынан шығып, менің жаныма қалай жатып жүргеніңді ойласам. Сезім, жетер, айттым ғой кешір деп, енді бұл тақырыпқа оралмайтын болайық, ең болмағанда бала үшін.
Қанша ойын өзгерткісі келгенмен сезімнің көз алдынан кешегі денелері жабысып кірген екі бейнені ұмыту қиын еді. Қыздардың бірінен кейін бірі күйеуге шығуы әрине өгей әкесіне байланысты болды. Кім жақсы көрсін, сүйікті әкелерінің төрдегі орнын басқа адамның иемденгенін. Ешқандай білініп кететіндей өгей әкелері қыздарға сөйлегенде емес, тек ұнатпады болды. Сезім Нұртілекпен бір отырыста кездесіп, жасы 30-дан асқан келбетті жігіт бірден қыздың жүрегін жаулады десем артық емес. Нұртілекте сол күннен бастап қыздың қыр соңынан қалмай, жүгіріп жүріп, өз қармағына іліп кетті. Сезімнің пәк екенін естігенде, тіпті төбесі көкке жеткендей, іздегенім сен едің дегендей жабысты да қалды. Ақыры ойлануға мұрша бермей, бір күнде Сезімнің үйіне өзі жақын деген отбасылы досын ертіп апарып, қыздың анасының алдынан өткендей болып алып кетті. Ол сәтте Сезімнің анасы, күйеу баласының анам жоқ, тек әкем және аға әпкелерім бар. Бұйырса өздері хабарласып алдарыңыздан өтеді деген сөзінде қимадып жүрген. Ешкімде келіп басына орамал салмады, оны да Нұртілек үлкендер келіп өздері жасайды деп сендірді қызды. Дегеніне жеткенде ыстығы басылды ма, бір апта болмай жігіт өзгерді. Махаббаттың мастығымен қыз ештеңені бастапқыда байқамады, кешіксе де айтқанына сеніп, артынан тіпті күйеуі ақталмайтында болып кетті. Нұртілек шыдасаң осы, шыдамасаң есік әне деген кісіше, Сезім бәрін түсініп есін жиғанда қайта үйіне оралуға кешет, артынша сіңлісі күйеуге тиіп кетіп, үйге ораламын деген жоспарын жойып жіберді. Оның артынша аяғы ауыр екенін білді. Осылай шынашақтай басы дал болды да қалды. Өліп кетсем бәрі менен құтылады деп дәрі ішкені содан. Сол өзіне қол жұмсаған түні ақ Нұртілек Сезімді үйге алып кетті, дәрігерлердің рұқсатымен. Бірақ болған жағдайды қыздың отбасына хабарламады. Екеуі біраз көптен бері ашылып сөйлеспеген уақыттарын қайта орнына келгендей, осы түні таңға дейін сыр шертісті. Осылай күн артынан күн өтіп, әркім күнделікті өз тіршілігімен өмір сүруде. Махаббат әпкесімен сіңлісімен үнемі хабар алысып тұрады. Бірде Алаудың көңіл күйі жоқ екен. Алау, даусың бір түрлі ғой, сенде барлығы жақсы ма? Иә, ұйқым қанбай қалды содан болар. Келін болу оңай деп бе едің, үйде істемеген тірлікті ана үйде қалай жасап жүрсің? Бәрін қиратып жатқан боларсың. Енеңнің төзімінен дым қалмаған болар деп әңгімесін ашық саңқылдаған күлкісімен жалғастырды Махаббат. Ой, Маха қойшы сондайыңды, мама ондай емес бәрін үйретіп жатыр. Сабағың не болды, барып жүрсің бе, зачетарың басталып кеткен болар. Жоқ, ақшамен шешетін болдық. Жанпейіс солай деді. Жай ма, оқымайсың ба, ата-енең уайымдамаңдар оқытамыз, тоқытамыз дегені қайда? Білмеймін. Мамаға айтамын, жынды ма бір жылың күйіп кететін болды ғой. Бірдеңе айтсам ешкімге айтпайсың ба? Айта берші құпиялы болмай. Жанпейіс сабаққа барғанымды жаратпайды. Немене жаратпай қуама өзі, әлде оқитыныңды білмейтін бе еді? Маха, өзімде басым қатып кетті. Ой, көп сөйлемесін, мамаға айтамын хабарласып сөйлессін, ана енеңмен өзде хабарласам, той күні жақындап қалды деп отыр еді. Мә, қазір бірдеңе айтсам тағы оталасың сен. Тағы не болып қалды? Той болмайтын болды. Не үшін, андағы үйіндегілер не сау адамның тамағын ішіп, ауру адамның ісін жасайтындар ма? Махаббат әрине сіңлісінен естіген соңғы жаңалықтардың бәрін анасынан жасырмай айтып берді. Өзінің де ашуы келіп, сіңлісінің жағдайы алаңдатты. Анасы Махаббаттан соңғы жаңалықтарды ести сала, Алаудың енесіне қоңырау шалды. Қалыңыз қалай? Құдағи шүкір, өздеріңіз амансыздар ма? Аманбыз, той күні жақындап келе жатыр, сіздерден хабар жоқ. Алаудан сұрасам білмеймін дейді, той ма, той болады ғой, кішкен кейінге шегеріп жатырмыз. Не себеп бізге ескертпегендеріңіз қалай? Отбасымызда бір жағдайларға байланысты, құдаңыздың әкесі тірі деп едік қой, сол кішкене сырқаттанып қалып отыратамыз. Сауығып кетсін. Алау неге білмейді? Енді түскені кеше, бәрін бірдей қайдан айтып жатайын. Сонда да үйде болып жатқан жағдайларды білуге тиіс сияқты. Әлде үйренісе алмай жүрсіздер ме? О не дегеніңіз, қызым жақсы аңқылдап тұр, келген кісіге шәйнегін алып жүгіреді, туыстарымыз риза келініме. Алдында да айттым ғой сізге, Алау кішкентайынан ерке болып өсті, үйде екі әпкесі ештеңе жасатпайтын, әкесі мұндаға дейін арқасына көтеріп таситын,
не ішем не киемін демеді. Барлық жақсына соның алдына тосатынбыз. Өзіңіз үйретіп аласыз, білмегенін, білмейтіні көп. Иә, уайымдамаңыз, айттым ғой, үйде Мираш бар, екеулеп барлығын жасап жатыр, үйреніп кетеді ғой. Мен олай жасамадың деп қудалайтындар қатарынан емеспін. Жақсы келін сіздікі ғой, қалай тәрбиелесеңіз де өз еркіңіз, оған ешбір ерте байға ти деген жоқ. Олай қатты кетпеңіз, сіздерді сағынып жүр. Мүмкін осы демалыста келіп кетерсіздер әпкесімен бірге. Ұят емес пе, той болмай жатып шешесі шықпайды деген атаққа қалғым келмейді, онда балаларды жіберсем бола ма, кішкене сағынышын басып келсін. Жоқ, олай үйретпеңіз, қылт етсе үйге келіп алатынды шығарады. Екі құдағай ананың мынаның басын бір қозғап, сонымен бір милерінің шарығы жетіп қоштасты. Шет жерде анасының телефонмен сөйлесіп тұрғанын естіген Махаббат. Мама, колледж жайлы айтуды ұмытып кеттіңіз ғой. Ой, ми жоқ қой, баста есіме салмадың ба? Не дейді енді сонда? Тойды кейінге шегереміз дейді. Үлкен аталары ауырып қалыпты. Алаудың білмегені қызық екен. Иә, маған да сол бір түрлі болып қалды. Үйде пысық болып, бөтен үйде мысық болып жүрген сияқты ғой ол қыз. Жарайды, көрсін енді. Мама, мен осы демалыста Алаудікіне барсам бола ма? Не үшін? Жаңа ғана енесі шақырғанда бармаймыз, ұят болады деп едім. Қой, тойлары өтсін. Алау сол сағындым келіп кетші деген. Жарайды, бармаймын деп айтамын. Әлде барсаң барып келесің бе? Несі бар, сендер жазсыңдар, барып келші онда. Рас апа. Иә, бар да көріп келші, өз көзіңмен не ішіп, немен тыныс алып жүр екен сол қыз. Аха, онда Алауға ескертіп қояйын баратынымды. Махаббат сіңлісіне хабарласып аналары рұқсатын бергенін айтады да, демалыс күндері Жанпейіс келіп алып кететін болып келіседі. Сол күні кешке үйлеріне Сезім мен Нұртілек келеді. Көптен аяғын баспай кеткен күйеу балаларын көрмеген барлығы таң қалады. Екеуі жуық арада ата-ана болатындарын өз ауыздарынан естіртуге келіпті. Қыздардың шешелері бір қуанса, енді бірде көңіліне кірбің ұялап, Нұртілектің туыстары жайлы әңгіме қозғалып кетті. Жақын арада ата-ана атанбақшысыңдар, біз өте қуаныштымыз. Бірақ ел бар, жұрт бар демекші, қыздың сұрауы жоқ емес па? Сезімнен кейін кеткен Алаудың алдынан өтіп қойды. Нұртілек туысқандарын қашан келеді? Мен ананы әкел, мынаны әкеліңдер деп сұрап жатқаным жоқ. Ең болмаса танысып білсейік те, әйтпесе сұраған елден ұят екен. Құдаларың қандай адамдар екен десе, білмеймін деген. Апа, келеді жақында, дайындалып жатыр әпкелерім, бір шетінен соны айтуға да келдік. Дұрыс болыпты, алғанда бергенде тұрған ештеңе жоқ, тек ел жұрт бар дегендей. Иә, түсінемін ғой. Сосын алдында да айттым, аналарың жоқ екен, салмақ салмаймын, тек тілдессем болғаны. Некелеріңді қиыңдар. Мешітке арыз беріп кеттік мама, қазір жолай келе жатып. Жақсы болған екен, заңды түрде ше? Ол да болады жақын арада. Сезім мен Нұртілек біраз отырып, аналарының көңілі жайланып, барлығы реттеліп келе жатқанына қуанды. Жалғыздық деп бір кездері өзімшілдікке салынып, екінші мәрте тұрмыс құрған үшін соңғы күндері қыздарының жағдайлары алаңдатып өкінуде. Бекер шықтым екен, не шайтан түртті екен осы қадамға деп ашуын күйеуінен алуда. Оны көрсе жын көргендей аласұрып кетеді. Дәл қыздарының барлық проблемасы соған келіп тіреліп тұрғандай, сондықтан да жиі ұрыс-керіс үйлерінде орын алып жатыр. Байға тиіп қыздары сол үшін бірінің артынан бірі кетті деген қау өсектерді де құлағы шалып жүр. Бір кездері қыздарың бой жетіп тұр, әне-міне дегенше тастайды да кетеді. Ажарың бар кезде тиіп ал күйеуге дегендер енді сыртынан басқаша әңгіме айтуда. Демалыс күндері Жанпейіс келіп, Махаббатты келіскендей үйлеріне әкетті. Алау әпкесін сағынып қалыпты, көзіне жас алып жылап алды. Үйде тек әйел адамдар екен. Жанпейіс те тез шай тамағын ішіп, жұмыстарымен кеттім деп шығып кетті. Бір қарағанда барлығы жақсы сияқты, сіңілісінің енесі, абысына, қайын сіңілісі Махаббаттың асты үстіне түсіп күтіп жатыр. Тамақтың түр-түрін жасап тастаған, ыстық баняда дайындап қойыпты. Махаббат сіңілімнің жағдайы жаман емес секілді ғой деп ішінен ойлап қояды. Баня қызды ау деген сіңілісі екеуі кіріп кетті. Ал айта бер әңгімеңді, жағдайың жақсы сияқты ғой. Иә, жаман емес. Енең абысының екеуі маладец қой, мені жалғыз өзімді былай күтсе.
Ия, біздің мама қонақжай, Мирашта былай көп сөйлейтіні болмаса ақылда. Сен айтпақшы тойды шегерген себепті неге білмейсің? Ана үлкен аталарың ауырып жатыр екен ғой, соған байланысты деп енең мамам айтыпты. Енді маған ешкім айтпаса қайдан білейін, бірақ атам Жанпейістің әкесі, бір сөзінде той деген не ол, жай адамды шығын жасау, Нұрпейіске де жасаған жоқпыз дегенін естіп қалдым. Вообщем түсінбедім мен. Қойшы солай деді ме? Ия, енеме айтпайсың ба бірден деп ұрсып жатқанын естідім. Ол батыр өткенде неге үйде солай бірден айтпаған? Мә, мамамдар дәметіп жүрсе, мынаны естісе, шу болады. Махаббат, тұра тұршы ештеңе демей ақ қой Пока үйдегілерге, мүмкін мен шатасып тұрған болармын, қаным басыма шауып тұр. Мұны білгеннен білмегенім артық еді. Туф, бекер айттым, саған ұмытшы болды. Күйеуің қайда, қашан келеді, оған неге айтпадың тойды жасасын деп? Жұмыстарымен шығып кетті ғой. Біледі ол, айттым. Атанам не дейді, сол болады деді. Телефон соқты, айтшы мені үйге апарып тастасын. Махаббат, бекер келдім деп өкініп қалдың ба? Кешірші, айтқым келмеген, бірақ ішіме сыймай кетті. Қойшы, сенде тиетін байларыңа тиіп алып, енді тек проблемаларың көп, неменеге асықтың, үлгеретін едің ғой бәріне. Ұрмай, соқпай өз үйіңнен өзің қашып. Сен не, сезім не? Соны дәл қазір айту керек пе? Мамама не деп айтып барамын, ол кісі біліп келші не жағдай үйлерінде деп еді. Сабаққа ол бармайсың. Қазір енеңнен сұрамасам, неге жібермейсіз деп. Сұрамашы өтінемін, Жанпейіс қой, ол жібермейтін. Сендер немене атаң, байын кілең қайдан шыққан адамдар өздер. Маманың кінәсі жоқ, Жанпейіс қызғанады, мына тұрған дүкенге барсам да қызғанады. Жалғыз бармаймын, қасыма біреуді ертіп аламын. Онда өз апарып алып келсін, немене мүлайымсып оқытамын деп. Өзім бағамын дейді. Сонда іш киімің бар, бәленше түгеншеңе әпер деп аузыңды ашып отырасың ба? Ол ертең жейтін нандарың ғой. Мамамның еңбегі бір жыл оқытқан деп болған талқан болған Махаббат сіңілісінің үйіне келгеніне өкініп қалды, көңілі құласып кетті. Жақсы хабар естимін бе деп келгені құр бекер еді. Жуынып болып, Алаудың енесінің жасап қойған шайіне де қарамастан, өзін ретке келтіріп, Жанпейістен хабар болмаған соң үйіне қайтып кетті. Сырт көзге тым жақсы болып көрінген Алаудың жаңа отбасы бір ашылмаған сандық секілді болып көрінді Махаббатқа. Әкем көкемдеп келіндерін өбектеп отырған енесінің ішінде мұң бір айтары бар сияқты. Ол мұң бүгін кеше пайда болмағаны анық, сан жылдар бойғы жиындық. Жүзінен айтпай-ақ белгілі. Махаббаттың үйге көңілсіз келгенін анасы бірден аңғарды. Әншейінде ашық жарқын қызы дымын шығармастан өз бөлмесіне аттанып кетті. Кешкі асқа шақырып еді, тойып тұрмын деп шықпады. Сіңілісінің жағдайы қатты жанына батты, шешесіне айтса соққы болып тиетіні анық. Сезімнің жағдайы ол әне, енді оған Алау қосылды. Ары жатып бері жатып әпкесінің үйіне барып келмекші болып, анасына ескертті де үйден шығып кетті. Сезімнің тұратын жері жарты сағаттық жер, жаяу барғанда. Ойын жинақтап алайын деп Махаббат жаяулатып әпкесінікіне келді. Жездесі жоқ екен. Тым кеш жүрген сіңлісін көріп, Сезім абдырап қалды. Маха, қайдан жүрсің, кештетіп тыныштық па? Сәлем, осылай есіктің түбінде ұстайсың ба, үйіңе кірейік те. Кір, тек кеш жүргеніңе шошып кеттім ғой. Үйде не жалғызың ба деп көзімен тез бір бөлмені шолып өткен Махаббат ас бөлмеге барып жайғасты. Ия, Нұртілі командировкаға кеткен. Жалғыз қорықпайсың ба, не тамақ пісірдің, шығаршы, қарным ашып барады. Жалғыз болғасын ештеңе пісірмеп едім, қаз жұмыртқа қуырып жіберейін. Ия, онда бүгін сенің қасына қонайыншы, қаз мамаға телефон соғып ескертейін жеткенімді. Аха, сонымен неге кештетіп жүрсің? Бүгін Алауға бардым. Қойшы қалай екен, үйреніп пе, не істеп жатыр екен? Үйренгенде қандай, баяғы ерке тотай Алау емес, келінжан болып зыр жүгіріп жүр. Тойға дайындалып жатқан болар, сабағы қалай екен, зачет уақытымен тойда жағаласып үлгере алмай жатқан жоқ па? Қайдағы той болмайтында сияқты. Қайдағыны айтпашы. Алау атасының той шығын жасамаймыз деп енесіне айтып жатқанын естіп қойыпты, ал мамама үлкен атамыз ауырып жатыр деп өтірік айтты. Сол енесі байғұс той жасамайтын болдық деп айта алмай жүр ғой деймін.
Өз құлағыма өзім сене алар емеспін, өткенде алдынан өткенде келгенде неге айтпады екен бірден. Соны мен де түсіне алмай қойдым, ана қыз бірдеңе деп айтайын десең қой айтпа дейді. Мамаға айтуға жаңа батпадым, онсыз да сені ойлап күн демей, түн демей ухлеп кетті соңғы кездері. Сен қыз бірдеңені шатастырып алған жоқсың ба, осы? Жоқ деймін, мамаға айтайын ба атасының сөзін, әлде өздерінің айтқанын күтейін бе? Оны қазір айтқанда мама ашуланып тағы ұрыс керіс болады, енді алауда кетемін деп шу шығаратын болар. Сосын тағы өсекке қаламыз ғой, бір той үшін қыздарын әкетіпті деген. Жалпы алаудың жағдайы қалай, ешқандай қысым жоқ па, біреулер тиісіп жүрген жоқ па? Жанпейіс үлкен отбасына шыққан жігіт қой. Ондай ештеңесін айтпайды, жақсы деді. Бірақ енесі ше, маған сондай бір ішінде мұңы бар, соны сырттан жасырғысы келет бір надан болып көрінді. Маха, осы сен бар ғой кейде көріпкел болып кетесің, тамақ ішіп болсаң жүр жатайық. Күйеуің қанша күнге кетті, екеуің келгенде мамада шок болды ғой, адам болып қалыпты өзі, иә. Не бұрын итпе ед, сенің де айтпайтының жоқ осы. Осалау екеуіңді түсіне алмадым, қыз күндеріңде тәуір мінезді қыз едіңдер, мына жігіттер екеулеріңнің де қалпақтарыңды қайырған ба? Еше вкустарыңда бірдей ме? Онымен не айтқың келіп тұр? Той жасамайтын жігіттерге тигендеріңді айтқым келіп тұр деп Махаббат аузынан сол сөздің бекер шыққанын түсініп, өтірік жымия салды. Махаббат, ашуыңды келтірмеші, осы кейде бірдеңе айтамын деп аузыңнан авария боласың да жүресің. Жә, болды, ұмыт, аузымнан шығып кетті. Ертең өзің қандай адамға тап келесің екен, көреміз сонда, осылай сайрап отырған Махаббатты. Үй құрсын, бүйткен күйеуі, сендерге қарасам, жыланем қашып кетеді. Суға. Одан да жалғыз, өзіме би, өзіме қожа болып өмір сүргенім артық сияқты. Күйеуге тимеймін деп жылайтынның бірі Алау еді, не болды ал, бесіктен белі шықпай жатып кетті. Ха, шынымен тимеймін деп жылаушы еді ғой, еше мұғалімдерде көп айтатын еркек шора қыздарыңыз деп қашан болса да төбелесіп жүретін есіңде ме? Ой, ол қыз не істемеді, талай қызды жылатып, қолындағыларын тартып алып, мамамды кешке дейін жиналысқа салатын еді ғой мектепте. Мама бармаймын ұят деп папаны жіберетін еді ғой, сенің қызың бар өзің деп. Айтпа, енді сөйткен Алаудың түрі, әне. Жарайды қойшы, өзің қалайсың, енді сенің күйеуіңнің құлағын бір шуылдатайық деп Махаббат сезімге әңгімесін бұрды. Мен өзің көргендей жақсымын. Үйде отырамын, ауруханаға барамын. Тіркеліп қойдым. Неше ай болдыңдар? 1 айдан асты. Бұйырса Алау екеуіңнің күндерің бір уақытта екен ғой. Мә, бұл жерлерінде ұқсап кеткен ғой. Оның жүктілігі қалай өтіп жатыр екен? Сұрамадым, сол сабағын тойын айтамын деп ол жайлы сөз қозғауға мүлде ұмытып кетіппін. Той болмайтыны өкінішті. Сенікілер қашан келмек өзің, сөйлесіп көрдің бе жаңа туыстарыңмен? Жоқ, көрмесем қайдан сөйлесемін? Нұртілек өзі сөйлеседі, өзі қояды, араласып жатқаным жоқ. Бірақ осы жақында келеміз деп жатқан, Нұртілек үйіңді тазалап дайындала бер деп ескертті маған. Ой-бой, сонымен көріндік сұрайды екенсің ғой, қайын жұртыңды көрсетіп. Маха, сен бар ғой, тілің неге қойшы болды. Мама қалай өзі? Мен туралы біліп болсаң, үйдегі жағдайды айт. Жүр, сол уайым, жұмысқа да көп шығып жүрген жоқ. Сонда кім барады фермаға? Ағай барады. Ағайын қалай? Жүр ғой олда. Мама соңғы күндері көп ұрсып кетті ол кісімен. Неге? Білмеймін, таңда кетеп кеште келеді. Үйленгеніне өкініп қалды, ау сол ағай. Өкінсе кетпей ме, не істеп жүр? Соның кесірі ғой. Алаудың ерте күйеуге тиіп кеткені. Әлі ренжіп жүрсің бе, мамаға? Иә, ол кісі болмағанда, менде қазір үйде отырар ма едім. Жыным келеді, болды, басқа әңгіме айтайықшы. Өзің ғой бастаған сұрап, не болғанда да мамамыз үшін көнемізде. Соңғы күндері әне жері ауырды, мына жерім ауырды деп жиі айтады. Соңғы рет Нұртілек екеуің келгенде ғана көңілі жайланды. Әйтпесе папаның туыстарына не айтамын деп қатты уайымға салынып кетіп еді. Оларда бір кешке дейін нервысын қоздырып бітті. Анау қашан, мынау қашан деп. Иә, мағанда звондаған алдында мен алмай қойдым телефонды, басымды қатырады болмайтын әңгімелерді айтып.
Адам деген алдымен өздерін біліп алу керек қой, тықпайтын жерге мұрындарын тығып тіміскелеп. Иә, сол ой, сол үш бірінде байларыңа айтыңдар, тез қозғалсын деп қарқылдап күліп жіберді Махаббат. Біреуге үстем жүргізу оңайырақ қой әрқашанда. Бәзбіреулер өздерінің отбасындағы жағдайды түзетуге тырыспағанымен, өзгеге ақыл айтқыш, өзгенің қатесін түзегіш болып келеді емес пе? Махаббат пен сезім таңға дейін әр әңгіменің басын бір түртіп, ертесі Махаббат үйіне қайтып кетті. Анасы күтіп отырған секілді, алдынан шыққанда Махаббат өзі абдырып, кеше қашып кеткендей болып кеткеніне ұялып қалды. Келдің бе? Сезім қалай? Жақсы, үйінде барғаным дұрыс болыпты. Нұртілек жұмыс бабымен бір сапарға кетіпті. Ұзақ па, үйге кел демедің бе? Жоқ, бүгін кешке келеді деді. Көңіл күйі жақсы ма? Иә. Кеше ештеңе айтпадың ғой маған, Алаудың жағдайын. Солай болып көрінді ме, әңгімеден қашқандай болдың ба, әлде қателесіп тұрмын ба? Мама айтқым келмеп еді, негізі өздерінің айтқаны дұрыс болар ма еді? Нені, Алаудың жағдайы жаман ба? Жоқ, жағдайы жайлы емес. Той жайлы. Айтсаңшы енді, не біліп келдің? Алау атасының енесіне айтып жатқанын естіп қалыпты. Той деген шығын жасамаймыз айт деп. Сонда не дегілері келіп тұр? Түсінбедім, маған өтірік айтқан болып тұр ма? Солай сияқты, мүмкін қызыңыз дұрыс түсінбегенде болар, өздерінің айтқанын күтейік те, не айтар екен? Сене алар емеспін, қызымды жастайынан алып, енді той жасамаймыз дейме? Үлкен қайынағасы бар ғой Алаудың, соған да той жасамапты кезінде. Анасы күрсініп телефонына бір қарап, қызына бір қарап, ары қарай не істесем деп отырып қалды. Анасының түрінің бұзылғанын көріп, Махаббатта бекер айттым ба деп өкінді. Қазір звондап құдағайының шаңын қағайын десе, қызын ойлап шеше байғұс, жеткіздің деп сөз естіп қалар ма екен деп те ойланды. Не болса да сол жақтан хабар күтейін деп, өз-өзін қыздардың шешесі сабырға шақырды. Алаудың да келін болып түскеніне 3 ай болып қалды. Жан-жақтан сөзге таланған ана, қыздарың бақытты болса болғаны деп айтудан басқа қолынан ештеңе келмеді. Алаудың енесінен ашық әңгіме күтіп еді, ешкім ештеңе түсіндірмеді. Нұртілектің туыстары келіп, қайта кішкене болса да абыройы көтерілді. Сонда да келіп кетіп жүрген туыстардың сыпсың сөзі қойсын ба, біреуін естісе, біреуін естімегендей болып жүре беретін жағдайға жетті. Бірақ соңғы кездері Алау үйіне жиі келгіштеп кететінді шығарды. Бұл анасына ұнай қоймады. Қызы да ашылып айта қоймаған соң батып ештеңе сұрай алмады. Келген сайын көзі іспектей болып жылағаны көрініп тұрады. Шыдамның да шек бір бар демекші, тағы бір келгенде, оның үстіне Алау бүгін үйге қонамын деп айтып еді, шешелері оталып кетті. Осы сен қыз неге келгіштей бересің үйге, Жампейіс сені даладан тастайды да, неге өзі үйге кірмейді, амандасудан қалды ғой. Келгенімді жаратпайсыз ба? Келме демеймін, кел, бірақ 2 күннің бірінде емес қой. Жақсы, енді аяғымда аттап баспаймын. Сен қыз неге жолынасың? Мен саған жаман бірдеңе айттым ба? Әлде беттеріңе қарап сөйлеуге болмай ма? Астыңнан су шыққандай кеттің де қалдың. Не жағдай, неге келе бересің? Үйіңде істейтін шаруаң жоқ па, енең қалай сені күнде жібере береді? Мама болды, енді келмеймін деп Алау бұрынғы бөлмесіне қарай көзіне жас үйіріліп кетті. Бірдеңе айтқысы келеді, бірақ анасының сөздерінен кейін өзін ұстап қалды. Келмей кеткен қыз келмейді деп Алаудың анасы телефонын іздей бастады. Бірден құдағайының нөмірін терді. Қалыңыз қалай? Амансыздар ма? Үйлеріңізде тыныштық па? Иә, не болып қалды деп Жампейістің шешесі сасқалақтап кетті. Мына келіндеріңіз 2 күннің бірінде үйге келуін соңғы кездері көбейтті. Оны қалай түсінеміз? Жампейіс сырттан келіп сырттан кетеді. Алаудың енесі біразға дейін үнсіз құдағайын тыңдады да. Бұл балаларды мен қоспадым, сіз де қоспадыңыз. Екеуі көп ренжіседі. Баламды жақтап тұрғаным жоқ, бірақ келінде үндемей қоя салмайды, десем деп жауап қайтарады. Елден ұят десем, мені тыңдап жатқан ешкім жоқ. Араларына түссем, бір қарасаң дым болмағандай қайта татуласып алады да, мен ортаға түскен жынды болып қаламын. Ренжісе болды, Алау үйге апар кетемін деп шығады, сосын болар Жампейіс апарып тастап жүргені. Нағыл дейді, масқара ғой мынау, кетемін десе жібере салып отырасыз ба?
Ақыры қоймай алдыңыздар, енді өздеріңіз жауаптысыздар. О, бастан айттым, бала ол, ештеңені түсінбей кетті деп сонда не дедіңіздер? Басыма қонбайтын әңгіме ғой мыналарыңыз. Той мәселесінде ысырып артын айтпадыңыз. Оны да қойшы деп қазбаламадым, бірақ алдымнан өткенде не айттыңыздар? Ешегім лайдан өткенше болды ғой сіздердікі. Тез жетіңіздер де үйге келіндеріңізді алып кетіңіздер, ұлдарыңыз бірге келсін деп телефонда Алаудың шешесі қоя салып, қызының бөлмесіне баса көктеп кіріп келді. Сен қыз, не кетемін деп кетіп қалғансың? Әбден мені күйдіріп біттіңдер ғой. Кім айтты, мені кетемін деп кетіп қалды деп? Енең екеуі ұрсыса болды кетемін деп шығады дейді. Сені мен қостым ба күштеп, қазір жаның барында тай үйіңе. Бармаймын мен, бұл үйден де кетемін, уайымдамаңыз. Қайда кетесің сен, не басың ауған жаққа жүре беретін меңіреусің бе? Не үшін кетесің сонда? Кет деп жатса неге кетпеймін? Кім кет деп жатса? Жанпейіс, ұрсысқан кезде бар үйіңе деп қуатта тұрады. Бір рет үндемедім, бармаймын деп те айттым, қумашы деп те жалындым. Намысың жоқ, кет дегенде итте кетет деп маған тіл тигізет, қашанғы шыдаймын. Дәл солай айтты ма, енеңе неге айтпайсың қуып жатыр деп? Кет десе шығып кете бересің бе? Неге мені шақыртпайсың? Жетім қызсың ба сен, сұрауым жоқ. Келсін қазір көздеріне көк шыбын үймелетейін деп қыздардың шешелері ашуға булығып, өз терісіне өзі сыймай кетті. Алауда ішіндегісі сыймай кетті ме, аңырап жылап шешесін одан ары шошытты. Бірер сағаттан кейін Жанпейістің анасы, қасында туысқан абысындары бар, Алаудың үйіне келді. Кінәлі болған соң бастары салбырап, ішіндегі пысығы сөз бастап кетті. Құдағи, айыпқа бұйырмаңыз. Енді күйеу балаларыңыз сондайсы, кішкене келініміз екеуі түсінсе алмай қалып жатыр. Жас қой оның үстіне, басы қатты болғанымен, аяғы тәтті болсын. Рұқсат болса Алауда алып кетейік? Жанпейіс қайда? Неге ертіп әкелмедіңіздер? Ол келуге батпады. Бірақ кінәсін мойындап тұр. Түсініп тұр. Осы жолы әкелсеңіздер, енді қайталанбайды деп сөз берді. Кет деп қуғаны қай сасқаны? Оған мен қызымды зорлап қосыппын ба? Намысың жоқ деп намысына тиеді екен. Бәсе ойлаймын бұл қыз келет кетеді. Кеткісі келмей әрең кететін көрінеді. Бүгін қонайыншы дегенде шошып кеттім. Иә, екеуі жиі ұрсып қала береді. Кінә бір жақтан емес. Біздің бала қызғанады, оған сөйлесе Алауда тілін тартпайды. Алдай сал деп айтамын деп сөзге Алаудың енесі қосылды. Қызғанатындай қызым себеп тудырып тұрма. Ой, сол болмайтын нәрсеге, дүкеннен кеш келдің, туалетте неге көп кідірдің, оның үстіне үйге адам көп келеді. Соларға күліп қарап қойдың дегендей. Енді жас қой басылатын болар. Алауда жұмыстан кеш келдің дегендей сөйлейді. Бәріміз де содан өттік. Бір жолға кешіріміңізді беріңіз. Мен айырып алайын деп отырған жоқпын, өзіне де айтып жатырмын. Бірақ сөз сүйектен өтеді дейді. Осы уақытқа дейін бетіне қарап сөйлемедік бұл қыздың. Келмесін демеймін, келсін, бірақ теңмен ойнап күліп келсін. Жақсы түсініспестік болыпты, бір жолға кештім деп Алаудың анасының кішкене ашуы басылғандай болды. Ой, құдағи, не айтасыз, қазір екеуі ұрсысып отырады, орталарына түсемін деп бір қарасаң татуласып алады. Кім жынды, мен жынды болып қаламын. Тура бір-бірін тапқан, арасына түсіп келемес бұлардың деп жігіттің шешесі жуып, шайып баласының артын. Көп отырмай келіндерін алып үйлеріне қайтты. Енесінің сөзіне сені беріп келген Алау, күйеуінің өз кінәсін мойындап жасаған ісіне өкінет дегені бекер екен. Кіргеннен неге келдіңнің астына салып, не шешеге көнбейді, не үйдегі кісілердің айтқанына көнбейді. Әрбір нәрсені сылтауратып ақыры үйден шығып кетті Жанпейіс. Алау бүгін кезінде әпкесін, одан қалса шешесін тыңдамаған үшін қатты өкінді. Өкінгенмен не пайда? Жеттің бе, қалай болып жатыр үйдегі жағдайың деп телефон соққан Махаббатқа жылап жіберді, бекер мамам қайтарды деп. Оны естіген әпкесінің жүрегі ауырмай қайтсын, бірақ анасына ештеңе айтпай ішінде сақтады. Сонымен не керек, арпалыспен осылай алғашқы бір жыл өтті. Алаудың жаңа отбасында бір-бірін қызғану, отырған жерлерінде ұрсысып төбелесу деген екеуіне түкке тұрғысыз нәрсе болды. Сырт көзге ерсі болғанымен екеуіне білінбейді.
Енесі де шаршап орталарына түсуді доғарды, үйіне келсе алауды анасы қайтарып жіберіп отырды. Айы күні жетіп тұңғыш перзентін босанды. Үйге шығарып алған күні, ата енесі аянып қалмай, барша ағайындарының басын қосып, құдаларында шақырды. Алауда ширап қалған уақыт, үй тірлігіне үйренісіп, осы үйге сіңіп кеткелі қай заман. Зыр жүгіріп, бала ой босанып келіп отырмын деп созылмай келген қонақтарды күтіп жүгіріп жүр. Бәрі риза, көңілді отырғандары сол еді, ерлі зайыптылардың даусы шығып кетті. Біреуі неге елпілдеп ерлер жаққа шай құйып жүрсің десе, екіншісі сен көшеге шығудың амалын іздеп әдейіге ұрсысып отырсың деп айғайласып жатыр. Ауыздарынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, туыс бар туған бар, машатақтар жоқ. Қойыңдар деп араға алаудың шешесі түсті. Қызыңыздан сұраңыз деп күйеу баласы тепсініп, нағыз бет пердесін алаудың шешесінің алдында көрсетуі. Шешесі сөзін сөйлегесін, алауда қарап тұра ма, ол да қоймай ішіндегісін шығарып жатыр. Шошитындай бар, құдағиына қарап еді, Жанпейістің шешесі басын шайқап араласпаңыз дегендей ишарат білдірді. Той емес, жерлеуден қайтқандай болып алаудың төркіні үйлеріне қайтты. Анасының жүрегі бүгінгі көріністен шайылып қалды. Кім кінәлі, әрине өзі, және тойға еріп барған адамдардың ойы да солай, айтпай-ақ түсінікті. Сезімнің де жағдайы мәз емес еді, дәл осы тұста. Бәрін басынан бастайық, қойдым болды деген нұртілек жүрістігін үдетпесе, аз айтпады. Әр кезде іс сапарға кеттім деп, ұзын құлақтардан, сезім күйеуінің қайда жүргенін, кіммен жүргенін естіп, біліп жүрді. Тіпті күйеуінің ашыналары ұяттарын ысырып қойып, өздері жас босанып отырған келіншектің мазасын ала бастады. Онсыз да босанып гармондары ойнап жүрген келіншек бір түнде ешкімге ештеңе айтпастан, кішкентай бесіктегі баласын алды да үйіне кетіп қалды. Әрине, анасына бұл жағдай өте ауыр тиді. Қайтармақ болған шешесіне, енді өлігім шығады, ол үйге қайтып барсам, басқа шарам жоқ, бір емес бірнеше рет өзіне қол жұмсағанында жасырып келгенін айтты. Үйге қайтып келген сезім жайлы естіген алау, өзін құрбандыққа шалғандай болып, өз-өзіне бекем болып, не болса да енді көніп айырылыспаудың амалдарын ойланды. Осы арада ата енесі, Жанпейістен кейінгі ұлы үйленетін болып, алауларды бөлек шығарамыз деп шешім қабылдады. Мүмкін бөлек шығып өз қотырларын өздері қасса, түзелер дегенде үміт бар еді. Алау қанша өтініп, осы үйде тұра берулерін сұраса да, атасы шешімін өзгертпеді. Үлкен үй, барлық жағдай жасалған, кім болса да қуанар еді. Бірақ алау емес, себебі Жанпейіс жаңа үйге келіп одан ары құтыруын көбейтті, төбелесіп қол жұмсаудың көкесі енді басталғандай. Өзі би, өзі қожа, бұрын үлкен үйде әйтеуір көпшілік бар, алауға қорқынышты емес еді, мұнда екеуі ғана болған соң күйеу бірін жеңу мүмкін емес еді. Кезінде оқымайсың, өзім бағамын деген Жанпейіс, қит етсе берген тиынын санап, мен бағып жатырмын деген сөздерді жиі айтады. Соңғы кездері күйеуінен қашан жылы сөз естігенде ұмытып қалды. Үйіне оралайын десе сезім отыр. Шыдаудан басқа амал жоқ. Тағы екінші бөпесіне аяғы ауыр екен. Жанпейіс ақшаның буымен күндіз түні қыдырып, қасына жын жыбырларды жинап, кілең жатып шерлер ақшасын бұлай да бұлай пайдаланып, кім жақсы Жанпейіс, жақсы болды. Алау болса оған үйдегі бір жылжымалы зат болып көзіне көрініп, қаласа қумай, қаламаса үйден қуып, байғұс қыздың есін шығарды. Жүрістіктен бұл да құр қалмады, не істеп аларсың көнбесең есік ашық деген түр танытып, алаудың үстіне екінші әйел әкеліп қойды. Дүниеге келген екінші баласы да тоқтау бола алмады. Үйіне барса шешесі менің тапқан байым емес, өзің тидің, енді шыдайсың деп әрдайым қызын қайтарып жіберіп отырды. Ең бастысы тамағың тоқ, киімің бүтін көнесің, бір сезімнің қайғысы да жететтеп алаудың аузын аштырмады. Кейде шешесінің осындай сөздерінен әбден мезі болған алау, күйеуі үйден қуып жіберген кездері кішкентай балалармен ризығындағы. Сезім, махаббаттар келіп сіңілісіне араша түспек болғанымен, оларды тыңдап жатқан күйеу балалары болмады. Осындай кездері үш қыз өмірлерінен алып, шешелеріне қатты ренжитін. Әрине оларды ешкім зорлап күйеуге бермеді, бірақ сол қадамға итермелеген шешелері деп санайтын қыздар. Жанпейістің екінші әйелі де күйеуінің жынды мінезін көтере алмай, көп ұзамай кетіп қалды. Ол бәріне шыдайтын, төзетін алау емес еді. Кезінде келгенде екінші әйел болуға қарсыласпай, өзін алаудан жоғары ұстап, басын көкке көтеріп, танауын таңқитып келген тұғын, шыдамы бір жылға да жетпеді.
Қолын біресе ата-енесіне, біресе күйеуіне, енді бірде шешесіне созған алаудың шыдамы бітіп, не болса да ешкімге білдірмей, астыртын жұмыссыздар орталығына тіркеліп, тігінші оқуын оқи бастады. Қалай болғанда да балалары үш-бірін сағы сынбай, өмірдің сынағымен күресу керек. Кішкентай балаларын бірде әпкелеріне каратса, енді бірде өзімен тасып жүріп, әйтеуір бітірді ау оқуын. Енді отырып қалмай, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану керек, әйтпесе бәрі бекер. Жампейіс бірде үйде, бірде түзде әйелі мен балаларында шаруасы болмады. Соңғы уақыттары есік алдыларында бөгде ер азаматтар топырлап, түзде белгісіз шөп иістерінің иісін сезіп жүрді келіншек. Иә, бұл нашақорлықтың бастамасы еді. Қорқа батыр боласың демекші, алауды енді ештеңемен таңғалдыра алмайсың. Бастапқыда әрине қарсылық танытып, басына қауіп төніп тұрғанын ата-енесіне де ескерткен. Бірақ олардың ойынша алау кішкентай нәрсені үлкен проблемаға айналдырып тұр деген ғана көзқарас болды. Көбіне енесі атаңа ондай әңгімелеріңді айта берме, ертеңгі күні жампейісті бизнеске жолатпай қояды да, аштан қаласыңдар деп безектейтін. Тек қана көріп кел, тәуіпке сенетін енесі, қалт етсе сондай жерлерге апарғыш болды ұлын, жасыртын ешкімге білдірмей. Бірде сезім мен махаббат алаудың үйіне қонуға келеді, кешке есік алдында толып кеткен ер азаматтарды көріп екеуі бір шошып, аналарына алаудың жағдайының қаншалықты қиын екенін жеткізеді. Өздері де алауға. Мыналарың кім, алау, түрлері не деген қорқынышты. Жампейістің достары. Немене бұлар жанбай тұрған баняның ішіне жиналып шықпайды. Білмеймін. Сен қорықпайсың ба дейді махаббат, қанша дегенмен басқа қыздарға қарағанда пысықтау ол, баня жаққа барып бір тіміскелеп қайтады. Терезесі биік екен, бойы жетпей, бірақ бір иістің мұрнын жарып бара жатқанын сезеді. Ақыры әкесі қоймай қойған соң, алау әпкелеріне жампейістің соңғы күндері арақты сырып қойып, шөптермен әуестеніп жүргенін жайып сала. Екі қыз сіңілдері бір жамандыққа ұшырамай тұрғанда, дереу ажырастырып алу керек деп ойлап, сол үшін де анасына бүге-шігесіне дейін айтып, бір шешім шығарып алауды ажырастыруын сұрайды. Бұл кезде алаудың тұрмыс құрғанына 7 жылдың үсті болған, барлығына төзіп үйренген ол, осынша жылға алысып келген еңбегім деп, енді қыз жақындары қанша ажырас деп үгіттегенмен келіспеді. Мейлі үйде отырып ақша таппаса да, бірақ ата-енесінің берген азғантай ақшасын үйлестіріп жоқтан бар жасап, шаңырағының берекесін кіргізгізіп отырғаны анық. Пендешілікке салынып үйінде қимайды, балалары баспанасыз далада қалады ойы, анасына барғанымен масыл болып отырғысы келмейді. Бөлек кетуге аяғынан нық тұрмады. Тігінші оқуының пайдасы тие бастады. Үйде отырып көрші көлемнің киімдерін қысқартып, ақша тауып, оны өз алдына жинады. Жампейістің бұл кезде жағдайы тіпті мүшкіл еді, туыстары оны көрсе жақтырмайтын болды. Ешкім көмек қолын созуға асықпады. Анасы сол баяғынша емшілерге сүйрегенмен, олардың көмегі асып кетсе 2 апта, 1 айға ғана жетіп жүрді. Дәрігерге апарып көрсетейік деген алаудың өзіне дүрсе қойып, ол жерде дұрыс емдемейді, ұрады, одан ары ауру қылып шығарады деген түрлі сылтауларын алға тартып, енесі барғызбады. Әкесі де ұлының немен әуес болып жүргенін түсініп, баласын бизнестен шеттетіп тастады. 1-2 рет ескертусіз кассадан ақша алып, үйдегі көліктерін соққаннан кейін сенімнен толықтай шығып қалды. Жампейістен анасы мен алаудан басқаның барлығы теріс айналып кетті. Кезінде қасында ұйықтай үйіп жүретін достарының біреуі қалмады. Себебі қолында ақшасы жоқ адам кімге керек болсын. Аға-інілері, қарындастары көрсе алыстан қашатын болды, ақша сұрайды деп. Шөпке тәуелді болып қалғаны соншалық, үйде қолына не тиеді соны сатудан тайынбады. Ортада таяғына да көніп қой деп безілдеген келіншегін көзіне де ілмеді. Бірде есін жинап Жампейіс: алау, саған рахмет, бірақ мен саған не балаларыма есім жоқ кезде қолым тиіп кетіп, жазым қыламын ба деп қорқамын. Сондықтан үйден кеткендерің дұрыс болады. Қайда кет дейсің, үйленгелі кет деп сенің айтқаныңнан көзімді ашпадым. Не жаздым саған айтшы? Неге осындай әлсіз болдың? Жалынамын мына балаларың үшін бар күш-жігеріңді жинап күресші, мен сенің қасында боламын. Көмек беремін, екеуміз болсақ жеңеміз барлығын. Аяшы біздерді деп күйеуін тәубесіне келтіруге тырысты. Не түрткі болғаны белгісіз, сол күні Жампейіс алауға осы шөпке тәуелді екенін, және одан қанша құтылғысы келіп тырысқанымен қолынан келмейтінін, сондықтан ертелі ме кешпей кету керектігін айтады.
Расымен күннен күнге Жампейістің жағдайы ауырлап бара жатты. Ашуланшақ, сәл нәрсеге ұрыс шығарып, ақша тауып бер деп Алауға тиісе беретін болды. Қажет кезінде келіншегін жұмсап та жіберетін сол шөпке. Оны да жеткізудің өз тәсіл жолдары бар еді. Алау күйеуінің айтқанын екі етпей, діттеген жерінен жеткізіп жүрді. Кей кездері қосылып тартып, менде мына өмірімнің азабынан құтылсам қайтер еді деп те ойы кететін. Бірақ балаларына деген махаббаты, соларға деген жауапкершілігі бұл ойынан тайындыратын. Жампейісте мазақ еткені ме, сенде көр деп жиілетіп айтуды шығарды. Оның ішінде не жатқаны тек өзіне мәлім болды. Күйеуінің күннен күнге адам секілді өмір сүруге құлшынысы төмендеп, миы кеуіп, бар тапқанын тек тәуелділігіне жұмсады. Қит етсе кеттеп тепкінің астына алып, балаларының көз жасына да қарамады. Алау ашуы басылсын деп төркініне барып, ештеңе білдірместен қайта 2-3 күн салып үйіне оралатын. Анасы қызы үйіне келгенде, тағы не болып қалды екен деп алаңдаумен болды. Қанша сездіргісі келмегенмен ана жүрегі баласының қас қабағынан түсінеді ғой. Бірде сезім. Алау, осылай қашанғы жүресің, бір тоқтамға келіп ажырасу процесін бастамайсың ба деп ақыл айтты. Ажырасқанда айтшы, қайда барамын, кім мені құшағын жайып қарсы алады, 2 баламмен. Сен жалғыз емессің ғой ажырасып жатқан, 4-5 баламен ажырасып жатқандар да бар емес пе? Мен де өлген жоқпын ғой. Бірақ сен сыйып отырсың ба, айтшы. Үйдегілердің қас қабағына қарап, балаңды өсірудесің. Махаббат қаншалықты көмектесер деп ойлайсың, бір күні ол да өз алдына кетеді. Мында әйтеуір ата-енем көмек береді, балаларды өлтірмейді ғой, не болғанда да өздерінің немерелері. Енем кетпе, шыда, менде атаңның түрлі қылықтарына шыдап келемін, аузымды ашпай деп отырады. Сенің атаң нашақор ма? Жоқ, онда ол басқа тема. Қашанғы солай отырады деп ойлайсың, әй білмеймін, тек өздерінің жанының тыныштығын ойлап жүрмесе, өзің білесің енді. Егер мен ол үйден кетсем баспанасыз қаламын, осынша жыл шыдап келдім, бір мәнісі болар, енемде кетем десе мына жиғаныңды кімге тастап кетесің, ертең сен кетсең мына бала талан-таражыға салады деп айтады. Не өмір сенікі, үйлеріңде ұрыс керіс, балаларға обал болды. Егер рас жаны ашса, неге келіп сендермен тұрмайды? Айтып көрмедің бе? Ол үйде де келін бар емес пе? Айттым, бірақ адамның келгісі жоқ, ал енем ол кісісіз қозғала алмайды. Онда сол үйдегі келін баланы ауыстырсын сіздің үйге, мамама айтып көрейін бе, солай сөйлесіп көрсін деп. Ол кісіні араластырмай ақ қойшы. Босқа араздасып қалады, енді болар іс болды, бояу сіңді, мен сол үйден шығамын, не болса да, саған қарасам жүрегім ауырады, өзімнің ажырасып кеткеніме дымда өкінбеймін, білесің бе? Нұртілек хабарласып тұра ма? Оның хабарласқаны маған керек емес, баласымен хабарласады. Үйленді деп едің ғой, не болды? Білмеймін, солай естідім ортақ достарымыздан, маған оның өмірі қызық емес. Жақсы, сенде жүре бермей енді біреуге тиіп алсаң қайтер еді? Қайдағыны айтпашы өтінемін, балам бар соғанда, тәуба, жұмысым бар, бұйырса ипотекаға үйге ілінейін деп тұрмын, қазіргі менің уайымым осы, басқа нәрсемен басымды ауыртқым келмейді. Бірінші байдан рахат көрмеген, екінші бай көрсетер деп ойлайсың ба? Мені сенің жағдайың алаңдатады, әттең өз үйім болғанда сені қасыма алып алар едім. Әпке, болды, бұл мәселені енді қозғамашы, менің үйім бар, және мен ол жерден ешқайда да кетпеймін, ақымағым, ай, ертең өліп кетсең қалады ғой барлығы. Сақтасын Алла, бірақ қатер деген аяқ астынан, ашулықпен қолың тиіп кетіп жүрсе ше, шыдамың таусылып жүрмесін. Бізді қойшы, қиындықты көретін балаларың, ақиқатында кейде жақындарымыздың айтқанына құлағымызды түрмей, өзімдікі дұрыс деп менмендікке салынамыз. Алау сонша жыл көрген қиындығынан өзінен басқа ешкімнің ештеңесі кетпейтінін түсінбегені анық. Нағыз жертва жасап, өз-өзін не үшін, кім үшін күресіп жүргені бұлыңғыр болды. Мүмкін қайын жұртының айтқанның жетегінде кеткен болу керек. Олар Алаудың осал тұсын білді ме, әйтеуір не айтса да қыз солардың сөзінен шыға алмады. Кейде сезім мен махаббат осалауды солар оқытып алған ба деп те күдіктенетін. Арасында әпкелерінің сөзіне еріп айырылсамын деп отырып, енесі не болмаса, Жампейіс телефон шалса, ойын өзгертіп әпкелерімен сөйлеспейде қалатын күндері бар еді. Бірақ ол осы жылдар ішінде қатты пісіп, нағыз ана деген құрметке ие, жан тұғын,
не болса да балаларым үшін жаным пида деген ұранмен өмір сүр. Сезім талай, мен сенің жасағаныңды жасай алмайды екенмін, сендей менде төзім жоқ деп те сіңісіне тамсанатын. Иә, өмір өзі үйретті мықты әйел болуды. Тігіншілікті жете меңгеріп нағыз табыс көзіне айналдыра білді. Бірақ сол еңбегінің ақысын көбіне жампейіс тартып алып, келіншегін зар жылататын еді. Сонда да сынақтардан сүрінбей өтіп, шайтанның азғыруында кетпеді. Күйеуіне адал болғаны соншалық, қанша түзде жүрсе де тілеуін тілеп отыратын. Шынашақтай басымен күйеуден қорлықта, зорлықта бәрін көрді. 15 жыл төзімі бір күні шыдамның шегіне жетіп үзілді. 15 жыл өмірін, жастық шағын құрбан еткенмен, алауды түсінген күйеу болмады. Қанша шыдап тырысып баққанымен, жақсылықтан күдерін үзбегенімен, адамның өзінде өзгеремін деген құлшыныс болмаса, бір адамның тырысып алға сүйрегені түкке де тұрмайды екен. Үйлену оңай, үй болу қиын деген осыдан шыққан болар. Жоғарғыда айтылғандай, шыдамның шегі жампейіс шөпке тойып, көзі көрмей алауды түннің бір уақытында ұрып, балалармен бірге кезекті үйден қуып жібергенде үзілді. Былай қарап тұрсаңыз, осыған дейін де осындай күндерін басынан өткізген. Бір күннің арысы не, берісі не. Мүмкін дәл осы күнді алау басынан кешірмегенде, әлі де сол баяғы жампейістің таяғын жеп отыра берер ме еді. Айтады ғой, сіріңкеде Алланың қалауымен жанат деп, яғни алаудың түбегейлі бір шешім қабылдауына осы күн себепші болды. Сезім айтқандай, әркім өз бас пайдасын ойлады. Алаудың ата-енесі егер келіндері кетіп қалса, балаларының күні өздеріне қарап қалатынын жақсы біліп, сол ішінде қызды жібермей алдап, сулап ұстап отыру оларға ыңғайлы. Біреудің баласының өмірі оларды еш алаңдатпады. Егер де алаңдаса, келіндерінің қасынан табылар ма еді деп ойлаймын. Не үйлеріне кіргізуді жөн деп санамады, не барып бірге тұруды ұйғармады. Тек өздерінің жан тыныштығын ойлады. Ал алаудың шешесі үшін қызының тағдыры дерт болды. Жалпы алаудың ғана емес, сезім мен махаббаттың да. Әкелерін идеал көріп өскен қыздар өкінішке орай өмірлерінде сондай жігіт кездіре алмады. Сезім баласымен қайтып келген соң мүлде ер атаулыларға қарай алмай, басын бәленбай шақырымнан алып қашып жүрді. Махаббат әпкесі мен сіңлісінің өмірінен сабақ алып, көңілі жігіт атаулыдан шәйіліп, мүлде тұрмыс құрмады. Есесіне карьерасын дөңгелетіп алып кетті. Алау қазіргі таңда өз алдына жеке кәсіпкер, өзінің қайтпас қайсар мінезі арқылы біршама жетістікке жетіп, адал еңбегімен нәпақасын тауып, балаларына бас көз болып отыр. Бұл тағдыр менің де жүрегімді біраз ауыртты, сол үш бірінде болар арасында қолым жүрмей жазуға шаршағандарымның шыққаны. Әңгіменің балалары бола тұра, қайта тұрмыс құрғысы келіп жүрген әпке сіңлілеріме сабақ болары сөзсіз деп ойлаймын. Кейіпкердің де мақсаты сол еді. Кейде өзіміздің қалауымызды ғана ойлаймыз деп, балаларымызға қалай қиянат жасап жібергенімізді білмей қаламыз. Әркім өз өмірінің суретшісі, ендеше өмірімізді қолымызға алып, әдемі суреттермен әсемдейік. Ертеңгі күні ұрпағымыздың алдында еңсемізді тік ұстап, ұялмайтындай өмір сүрейікші қазақтың қайсар қыздары.